Бастай берсеңіз болады. Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер. Аты жөнім Күндіз Амангелді. Өзімді осы қоғам тыңдау төрағасы ретінде ұстамын. Бүгін қоғам тыңдаудың тақырыбы 2026-2035 жылдарға арналған Қорқыт әуежайы акционерлік қоғамы үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша. Күн тәртібінде қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Ашық жиналыс нысанында қоғам тыңдау регламенті қатысушылар тіркеуі 15 минут қалады. Қоғам тыңдау төрағасы мен хатшысын сайлау, күн тәртібін бекіту, жобалау құжаттары бойынша жұмыс жобасы баяндамасының презентациясы және де жоба бойынша сұрақтар мен шешімдер қабылдау. Енді қоғам тыңдауда хатшы өз-өзін ұсынса. Ешкімде қарсылық жоқ па? Жоқ. Бір қолдарымызды көтерейік. Ешкімде қарсылық болмаса, бір ауыздан барлығы қарсылық жоқ ешкімде. Қарсы болмасаңыздар тыңдауды қарсы деп жариялаймын. Әрі қарай қоғам тыңдауларын жасай, өздерін тыңдауды өткізейік. Сөз кезегі осы баяндама шығады. Ана. Иә, ауыстырылған. Әнелерді оқып өтсеш, түскен бірінші. Қайырлы күн, саламатсыздар ма бүгін қоғамдық тыңдау қатысушылар. Біз осы қоғамдық Қорқыт әуежайы акционерлік қоғамына осы экологиялық рұқсат алуға қоғамдық тыңдауды өткізуге бір бұрын экопорталда хабарламаларымызды берген болатынбыз. Сол кезде біздің қоғамдық тыңдаудың ережесіне сәйкес осы қоғамдық тыңдауға қатысты ұсыныстар мен ескертпелер осы экопорталда түскен болатын. Сол ұсыныстарды, ескертпелерді сіздерге оқып өтейік. Экологиялық порталда орналастырылған хабарландыруға сәйкес Қорқыт әуежайы акционерлік қоғамы 2025 жылғы 15 желтоқсанда сағат 15:00-де экологиялық рұқсат алу мақсатында жобалық материалдар бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Осыған байланысты қоғамдық тыңдаулар хаттамасының жиынтық кестесіне төменде көрсетілген ұсыныстар мен ескертулерді енгізуіңізді сұраймын. Яғни Бөтебай сыр табиғаты заңды тұлғалардың ассоциациясы Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы арқылы жіберілген сұрақ. Қоғамдық тыңдаулар барысында келіп түскен барлық ұсыныстар мен ескертулер Қорқыт әуежайы акционерлік қоғамының экологиялық рұқсат алу үшін әзірленген жобалық материалдарын жетілдіру кезінде қарастырылып ескеріледі және қоғамдық тыңдаулар хаттамасына тіркелінеді. Қоғамдық тыңдаулар мына мекенжай бойынша өткізіледі. Екінші, Қызылорда қаласы, Ақсуат ауылдық округі, Жаңадария, Шатқалық жүзде 7-ші ғимарат. Алайда НДБ жобасында техникалық аумақ құрамына мыналар кіретіні көрсетілген. Әуе кемелерінің қозғалтқыштары мен бөлшектеріне регламенттік және профилактикалық жұмыстар жүргізуге арналған авиациялық техникалық база, бокс, жерүсті техникасына арналған жабық тұрақ пен арнайы автобаза жөндеу бөлімшелері, темір жол эстакадалары және жанар жағайма материалдары қоймасы. Бөтебай сыр табиғаты заңды тұлғалар ассоциациясы Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасы арқылы жіберілген сұрақ. Сонымен қатар әуежай орналасқан ауданда темір жол желілері жоқ, демек ЖЖМ қоймасы басқа учаскеде орналасқан. Осыған байланысты қоғамдық тыңдаулар темір жол мен ЖЖМ қоймасының әсеріне ұшырайтын елді мекенде де өткізілуі тиіс. Бұған жауап, НДБ жобасында әзірлеу барысында Қорқыт әуежайы акционерлік қоғамы қызметімен байланысты барлық шығарымдар көздері ескерілген. Олардың ішінде әуежай аумағында тікелей орналасқан негізгі технологиялық және инженерлік жүйелер, сондай-ақ Қызылорда қаласы шегінде орналасқан, бірақ негізгі алаңнан шамамен 12 км қашықтықта орналасқан ЖЖМ қоймасы мен темір жол эстакадасы бар. Аталған объектілер әкімшілік тұрғыда Қызылорда қаласының әкімдігіне қарайды және бірыңғай технологиялық кешенінің құрамына кіреді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін таңдалған мекенжай қала тұрғындары үшін қолайлы. Бұл жобамен танысуға және талқылауға қатысты еркін мүмкіндік береді. Сондай-ақ рәсімнің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
Үшінші сұрақ. НДБ жобасының құрамына қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде шығарындыларды реттеу жөніндегі іс-шаралар бұрын қарастырылмаған, ал олар эмиссия нормативтерін айқындау әдістемесінің 3-ші қосымшасының 9-шы тармағының 9-шы тармақшасына сәйкес уәкілетті экология органымен алдын ала келісуі тиіс. Яғни Өтебайсы жаңа сыр табиғатынан қойылған сұрақ. Жауабы: аталған талаптарға сәйкес жаңа қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезеңінде арналған іс-шаралар жоспары әзірленіп, белгіленген тәртіпте келісілді және НДБ жобасының жаңартылған нұсқасының құрамында ұсынылды. Төртінші сұрақ. Неліктен Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы үшін НДБ жобасының 26 және 27 беттерінде 8 бөлімнің 35 тармағының 5 тармақшасына сәйкес өсімдік майын өндіру, май шайқау өндірістері санитарлық қорғау аймағын белгілеу ұсынылған 500 метрге дейін белгіленеді. Жауабы: НДБ жобасының 26-27 беттерінде санитарлық қорғау аймағының 8 бөлімінің 35 тармағының 5 тармақшасына өсімдік майын өндіру, май шайқау өндірістері сәйкес көрсету техникалық қате болып табылады. Аталған қызмет түрі Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы қызметіне қатысы жоқ, көрсетілген қате түзелетін болады. Бесінші сұрақ. Ластаусыз заттардың таралуын есептеу бойынша жиынтық кестеде санитарлық қорғау аймағының шекарасында азот диоксиді бойынша концентрациясының асуы көрсетілген. Осыған байланысты эмиссиялардың нормативті деңгейіне қол жеткізу үшін зиянды шығарындыларды төмендетуге бағытталған техникалық іс-шаралар жоспарын әзірлеу қажет деп көрсетілген. Бұл сұраққа жауабы: қосымша тексеру және қайта есептеу нәтижелері бойынша санитарлық қорғау аймағы шекарасында азот диоксиді концентрациясының асуы бұрын көрсетілгені анықталды. Қайта есептеу барысында бастапқы деректерде әдістемелік дәлсіздік болғаны анықталды. Ол бастапқы метеорологиялық деректер мен эмиссия параметрлеріне байланысты болған. Бастапқы деректер нақтыланып, есептеу шарттары түзетілгеннен кейін жүргізілген қайта есептеулер санитарлық қорғау аймағы шекарасында зиянды заттардың концентрациясы нормативті рұқсат етілген мәндерден аспайтынын көрсетті. Осылайша шығарындыларды төмендету үшін қосымша техникалық іс-шараларды әзірлеу қажеттілігі жоқ. Алтыншы сұрақ. Жоғарыда баяндалғаны негізінде жобалық материалдар жетілдіруі тиіс және НДБ-ға қол жеткізуге арналған техникалық іс-шаралар жоспары, сондай-ақ НМУ кезеңіне арналған келісілген іс-шаралар жоспары жұртшылыққа ұсыныла отырып, қоғамдық тыңдауларды қайта өткізу қажет деп санаймыз. Бұл 6 сұраққа жауабымыз. Осыған байланысты хабарлаймыз: келіп түскен барлық ескертулер жобалық материалдарды жетілдіру барысында қарастырылып жойылатын болады. Сонымен қатар НМУ кезеңіне арналған келісілген іс-шаралар жоспары осы жауапқа қоса тіркелініп танысу үшін ұсынылады. Бұл сұрақтар, яғни экопорталда келіп түскен сұрақтар болып табылады. Ары қарай. Бізде мына қоғамдық тыңдау өткізбес бұрын қоғамдық тыңдаудың хатшысы сайланады. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде өзімді ұсынамын. Жобалаушы мекемеден болып келемін. Мына жобаны жасаушы, яғни есімі Құлтаев Төрехан Сұмратұлы болады. Егер ешқандай қарсылық болмаса, қоғамдық тыңдаудың хатшысы неліктен сайланады? Қоғамдық тыңдауда қандай да бір өзгертулер мен толықтырулар мына жобаға енгізілетін болса, сол сұрақтарыңыз болып жатса, жаңағыда келіп түсіп жатыр ғой. Мына активистер бар қазіргі кезде дейтін, мынау сыр табиғаты Қызылорда облысы бойынша. Сол арнайы қойған сұрақтарын, соның барлығын біздер оқып шықтық. Арнайы жауаптарымызды бердік. Егер тағы да қандай да сұрақтар, ұсыныстар жоба бойынша болатын болса, қоюларыңызға болады. Ешкімде қарсылық болмаса, бір қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймыз. Не дейміз? Енді осы жаңа қоғамдық тыңдаудың баяндамашысын жоғары таныстырып өттім. Шынтас Нұрдәулет, осы жобалаушы мекемеден. Баяндаманы таныстырып өтейін. 2026-2035 жылдарға арналған Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдаулардың негізі
96 бапқа сәйкес жүргізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу бірінші мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Яғни Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы экологиялық кодексіне сәйкес. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың бағдарламасын жаңа төраға мырза да айтып өтті. Осы бүгінгі қоғамдық тыңдауларды негізі кәсіпорынның негізгі қызметі әуе кемелерінің қызметі болып табылады. Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы үшін ластаушы заттардың рұқсат етілетін шығарындылардың нормативтері жобасын әзірлеу экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің аяқталуына байланысты. Яғни осыған дейін рұқсат 2016 жылы алынды, осы 25 жылдың аяғына дейін жарамды. Осыған байланысты бүгінгі жобалар жасалынып отыр. Қазақстан Республикасының қолданыстағы экологиялық кодексінің 122 бабына сәйкес НДС, КУОП, ОПМ, НДВ экологиялық рұқсат алу кезеңінде қоса берілетін міндетті құжаттар тізбесіне енгізілген. Олар бірінші және екінші санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға әсер етуге арналған, сондықтан оның әзірленуі міндетті болып табылады. 2026-2035 жылдарға арналған Қорқыт Ата әуежайы акционерлік қоғамы экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. Бірінші, 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген шығарындылардың нормативті жобасы. Екінші, 2026-2035 жылдарға қалдықтарды басқару бағдарламасы. Үшінші, 2026-2025 жылдарға өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Төртінші, 2026-2035 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Бесінші, 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобасы әзірленіп отыр. Аэропорттың негізгі қызмет түрі жолаушылар мен жүктерді әуе көлігі арқылы тасымалдауды қамтамасыз ету. Аэропорт аэродром аумағынан және техникалық аумақтардан тұрады. Аэродром бөліміне жасанды жабылғысы бар ұшу-қону жолағы, рөлдеу жолақтары, тікұшақ алаңы және әуе кемелерінің тұрақ перронына кіреді. Бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетілген объектінің санаты екінші санатқа жатады. Атмосфераны ластаушы көздерді түгендеу нәтижесінде барлығы 31 ластаушы көз анықталды. Оның ішінде 26-сы ұйымдастырылған, 5 көз ұйымдастырылмаған. Бұл аэропорттың орналасу карта схемасы көрсетілген. Мына жерде аэропорттың орналасқан карта схемасы. Атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көздері көрсетілген объектінің карта схемасы. Мына жаңағы ауаға шығатын шығарындылардың көздері, яғни мына картада көрсетілген. Қай жерде қандай источник орналасқандығы жөнінде. Осы картадан көруге болады. Келесі, атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі, яғни 2026-2035 жылдары төмендегідей бізде ластаушы заттардың шығарындылары шығады. Яғни осы жаңағы ластаушы заттар мына кестеде көрсетілген, қарап өтсеңіздер болады. Яғни барлығы бізде 3,87, 39, 42, 242 тонна код жылына жоспарланып отыр. Осындай ластаушы заттар шығарындылардың көлемі. Келесі, қалдықтарды жинақтау лимиттері 2026-2035 жылдарға қалдықтар көлемі. Міне, 15 қалдықтың түрі осы мекемеде аэропортта түзіледі. Мынау кодтары қалдықтардың, мынау 2025-2026 жылдарға тонна код, яғни жылына қанша қалдық түзіледі? Барлығы 18 тонна қалдық түзіледі. Осы 15 қалдықтың түрінен 15 тонна қалдық шығарылады. Ары қарай сумен жабдықтау және су бұру. Кәсіпорынның келесі объектілерді пайдалануды жүзеге асырады. Жер асты көзінен, яғни скважинадан су алуды, тұтынушыларға таза суды жеткізу жүйесін, өндірістік алаңдардан шаруашылық тұрмыстық ағын суларды бұру жүйесін, ағын суларды сүзгілеу алқаптарына шығару жүйесін, ағын суларды бұру ұйымдастырылған шығарынды арқылы жүзеге асырылады.
нөмірі 1-ші шығарылым бойынша шаруашылық тұрмыстық ағын сулар сүзгілеу алқаптарына шығарылады. Шаруашылық тұрмыстық сипаттағы су бұру және ағын суларды тазарту жүйелері Сырдария өзенінің және басқа да су нысандарының су қорғау аймағынан тыс жерлерде орналасқан су нысандарына әсер ету күтілмейді. Шаруашылық тұрмыстық ағын сулар сүзгілеу алқаптарына шығарылады. Ол Сырдария өзенінен 16,5 километр қашықтықта орналасқан. Сырдария өзенінен 16,5 километр қашықтықта орналасқан. Мынау жаңағы тұрмыстық шаруашылық судың картасы көрсетілген Сырдария өзенінің. Келесі бізде ауаға жаңағы шығарындылардың төгінділердің осы НДС дейді, яғни ластаушы заттар қандай сбростар тасталынады, солар көрсетілген. Қанша жылына сброс шығады бізде осы картаға кестеден көрутеріңізге болады. Ары қарай 2026-35 жылдары арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Біз осы жаңағы енді бастағаннан кейін онымен қатар жақсарту мақсатында осындай әртүрлі іс-шаралар жасалынады осы аэропорт тарапынан. Осы іс-шараны орындау міндетті болып табылады. Жылына бір рет экология департаментіне отчет тапсырылады. Осыларды, яғни қоршаған ортаға шығатын жағымсыз иістерді түсіру мақсатында осындай іс-шаралар жоспары жасалынады. Бүгінгі баяндама бойынша қысқаша осы. Егер сұрақтарыңыз болса, осы жобаға қатысты. Естіліп тұр ма? Иә. Жылына бір болады ма? Жылына бір рет. Таныстық сол қандай? Саламатсыздар. Сіздерге еңбек көрсеткен ескертуді оқып жүрсіңіздер. Біз оны жаңа жоғарыда оқып өткен болатынбыз негізі. Осы баяндаманың алдында келіп түскен барлық сұрақтарды. Иә, оны оқыдық. Согласовать тему с вам предварительно жіберіп одан кейін көпшілік шетіне тоже жүріп қойдық. Бізде сұрақ жоқ, ескертулер жіберілді. Так. Сізде сұрақ бар ма? Сіздердің тараптарыңыздан Сұрағада сұрақ болса, егер дейтін қандай да бір. Бұл мәселе бойынша бұл жаңа сіз айтып отырсыз ғой, тазалау жұмыстары жылына бір жыл бойына ұйымдастырылып тұрады. жоқ, ол осы 10 жылға беріледі ғой экологиялық рұқсат. Жыл сайын орындалу керек осы жылына. Жыл сайын. Жыл сайын тек бір рет қана, Және өзі ата бөлінеді ғой. Көрсетіледі ғой. Мына мысалы мына іс-шара, мына бірінші кварталда, мына іс-шара екінші кварталда, мысалы ағаштарды егу екінші кварталда деген сияқты. Сіз акиматтан келдіңіз. сіздерден сұрап Основной жүзеге асышы. Сразу прямой қоя салды. Сіздерде жоқ па? Сұрағыңызды ат-жөніңізді жазып жіберсеңіз, біздер протоколға енгіземіз. Қандай сұрақ болды? Біздер жауап беру керекпіз ғой. Сіз жауап бердің ғой. Қазір жауабымды жазып жіберейік. Так, тағы да сұрақ жіберейік. Управление. Табиғи ресурстар басқармасына сұрақтар жоқ па басқа? Басқа сұрақ болмаса, онда... Иә, төраға сайланды. Иә, сұрағын жазып жатыр. Протоколға енгіземіз. Иә, протоколға енгіземіз арнайы дейтін сұрақтарым бар ма? Қандай сұрақтар қойылды, соған ответ береміз. Иә, келесі ескертулерге бәріміздің жауабына Онда аяқтар жүйесіне
ешқандай сұрақ болмаса онда. төраға өзі аяқтайды. Өзі төраға өзі аяқтайды. Қоғам тыңдау бойынша басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда қоғам тыңдау аяғына жетті. Тыңдау өтті, жауап бере алады. Жақсы, барлығына рахмет. Рахмет. Сұрағыңыз жағынан не?